Неге мектепке бармадың, а? Қызым, сен өзгердің. Осы айғайлай бергеннен бірдеңе шығатындай сіздер бір айғайлай бересіздер. Мама, папа, сіздер түсініңізші мені. Вообще қазір 25 май деп жатырмын, уже 27 май келді. Сен қыз бізді алдырма, түсіндің бе? Әбден құтырыпсың сен қыз. Сен бір күні болмаса бір күні ауылға қуыласың. Енді саған қатты қол боламыз, қызым. Әрине, анаң дұрыс айтады. Бұзылып кеткенсің сен қыз вообще. Қойыңыздаршы, болды не? Сонша айғайлап бір мектепке бармағанымызға. Болмаса өлтіріп тастайтын жарсыңдар, ә? Ертең сен қыз. Ертең білесің бе сен қыз қайда баратынды? Әкешім не деп тұрсыз? Ертең сен қыз ауылға барасың. Я, әкең дұрыс айтады, ертең ауылға апарып тастаймыз, ауылда тәрбиеленесің. Ата әжең қолыңда, мал бағасың, қой бағасың, тауықтардан жұмыртқа аласың. Бармаймын, жоқ. Барасың дедім, сен қызға барасың, болды. Ей, олай бізге мінезін көрсетпе, түсіндің бе? Мінезін басқа жақта көрсетесің. Осы неге мінезін қай жерде көрсете алады Кемал? Сыныптастарыма саяқ мазақ болам ғой. Кітап ойлансаңыздаршы. Барасың дедім бе, сен қыз барасың. Әке сізде ақ көңіл деп кеше бекер айтыппын. Аузын түс қалайын деп еді кеше айтқанымда. Жағыңыз түс қасын әке. Қыз не деп тұрсың? Сен қыз сөз қайтаратын болыпсың ғой, еще. Жоқ, бармаймын, болды мен. Қойыңшы, болмаса бөлек шығып кетіп шығамын. Мен жинап жүрген ақшаларым. Ештеңе етпейді. Әкем не деп отыр вообще? Барасың дедім ба, сен қыз барасың. Жоқ, бармаймын, өзіңіз бара беріңіздер. Ертең мен біреу көріп қалса не істейсіздер ал? Қолымда күрек, үстімде көйлекпен тұрам ба, соларға саяқ мазақ болып сыныптастар ма? Кітап ойлансаңыздаршы, кішкене. Ол жақта сенің ата әжең жоқ. Сен мал бағып, ол жерде тауықтарға қара. Бірақ сенің қызға үмітте күтпейсің, тауықтар өліп қалмасын, бейшаралар. Әке, қойыңызшы, сіз де мазақтап тұрсыз ғой. Көшем мен. Жинал ертең азанға. Түсіндің бе қыз? Ертең азанда ерте апарсам, мен жұмысымнан қалмайын. Жоқ, ертең дедім бе, ертең барасың, болды сен қыз. Сен әбден құтырыпсың. Болды. Құта болды, шынымен де. Мен ертең жұмысқа кетуім керек. Барам болыпты, көреміз ғой. Кетіңіздерші ба. Түрлеріңіз көрмей тұрған жоқ мен. Әй қыз, олай деме, әкеңе ата-анаң не деп тұрсың сен? Таң атып қойыпты, қой тұрайын. Қысқа. Бір аңда жаттығу жерге бір аңнесінен ауылға барады. Қоя салшы. Менде де планшетім бар, қазір телефонымда қылады, бұл бейшаралар. Мен деген, мен ана планшетім бар ғой. Әлі бұлар лоқ болып жүр ғой. Мен тұруке таң атып болды кеттім. Анашым не істеп жатыр екен? Қызым, тұрдың ба? Анашым. Сол қызың жиналды ма? Жинал болды қызым. Ауылға барасың, түсіндің ба? Ой, жарайды ма? Аха, болды. Мам, сізге ұнағараңыз. Мам, папа сізге... мам сізге айтарым, папа сізге изменяйся жүр. Кете қойғамызам, нағатыны жағасын еріп қойсып. Пока, мам. Пока, жаным. Пап, қалада тұра берсің бе? Жоқ, қызым, сен әбден бұзылдың, білесің бе? Ол сенің тәрбиең бұзылып кеткен десек те болар. Жарайды, пап, сау болыңыз.
келдік болды, түсе ғой. Әке, сау бол. Пока жаным. Сау бол, біз де сені сағынамыз. Байқап жүр. Жарай ма? Жарайды әке, сау болыңыз. Бетіңізден сүйдім. Сау бол, жарайды. Анама да сәлем айтыңыз. Жарайды қызым. Бір айдан кейін сен әкетеміз жай ғана. Бір ай ма? Бопты, шыдаймын ғой, енді планшетім бар дегендей. Так. Енді бір өзім жасам, кафе еще аналарымды қойып болды. Енді қазір киімдерімді алмастырып алсам болды. Давайте киімдерімді қойып болдым, уже планшетімді орнына қойдым. Енді давайте кино алайын мен. Асқа. Күшті ше. Не істеп отырсың, ей қыз? Анасы, көрдің мына қызды, білім кеткен дегенше бар екен менің. Мына қараны планшетпен шықтап отыр. Сіздер потому что оқып қалдыңыздар. Мен сіздерден кейін туылсам да, мен ақылды болып туылым болды. Ей қыз, не деп тұрсың әкеңе? Анаңа да не деп тұрсың сен? Барлығын алып қойнадан. Барлығын алып қоймасақ, бұл қызды әлі де сатып алып, ала беріңіздер. Маға бәрібір, кетіңізші бар. Мына қыз тағы да бір. Қыз, мынау не? Не компьютер? Жұмыс істей қыз. Бап қойыңызшы, өзіңіз істей беріңіз. Потому что сізге жарасқан шығармын жұмыс. Не тағы? Көзің шық қойын ба сен қыздың, шық қой беріңіздер. Сіздердің бір шық қойыр. Не деп тұрсың? Мына қызды көрдің бе әкесі? Бұны біз детдомға береміз. Қайдағы детдом? Қумашы қатын. Жүр кетіп. Үйге барайық. Мам сізді қатын деп отыр. Қараңыз, айба сіздің егісте. Мам деп еді аузым бармайды, егіс жағым түсіп болмақшы мен. Менде ақша көп. Мына қыз жындандырып тұрды мені. Қатты жындандырып жатырмын. Ой, тасташы жарайды, жүрші кеттік. Тастамай мен ана. Сені саңызды білесің мен естерімді? Айта беріңіз. Балалар үйіне өткізем. Не? Ол жерге мен бәрібір де қабылдамайды. Бірақ мен қабылдаса да бармаймын. Прикол емес пе не, мам? Жоқ, прикол емес, қайдағы қызым прикол. Қой қызға. Астағфиралла. Не деп жатсыздар вообще? Мә, еттіңіз жоқ екен. Пап, мама, айтайын сіздерге. Барасың ба? Өзіңіз бара беріңіз. Адам болмайсың сен қыз. Пап, дәл кімнен емес, сізден естімде ойламаппын. Подругамнан немесе басқа да туысқандарымнан немесе ағайындарымнан естісем екен, сізден естімде ойламаппын. Өз туған әке шешем осылай айтады деп ойламадым мен даже. Кетіңіздерші барар. Не істеп тұрсыздар? Вообще беттеріңізге қарап тұрған жоқ сіздердің. Түрлеріңіз даже вообще монстрдан қорқынышты. Қыз, сен не деп тұрсың? Дың-дың етпей, шақ-шақ етпей, былай алдымызға шығып бол тезес. Барасын етіп ке, барасын. Жүр кеттік бол қыз, Жүр деп жатырмын. Қайда? Жоқ, бармаймын. Айтушы, сіздерге айтты, ол жерге мені қабылдамайды, потому что мен 16 жасамын, ол жерге балалардың бәрі 16 жастан қуып жібереді. Білесіздер ме соны? Қарттар үйіне сол жерде бара қояйын, сол жерге сіздер жарасатын жастар. Ол жерде сіздердің қатарларыңыз бар. Қыз, мынау не деп тұр, тіңкілдеп? Аузын жап түсін бе? Соны айтамын, салп-салп етпей не деп тұр? Аузыңды байқап сөйле. Қазір ұрып өлтіремін ана жақта темірмен. Сіздер ма? Болмаса сіздерді өлтірейін да. Сіздер өлсеңіздер, өте менің өмірім күшті болар еді. Мынау не деп тұр әке шешесіне? Сіз әке шеше деуім керек екен. Мені адам болма деп жатыр едіңіздер ғой. Барыңыздар бар. Мен адам болмаймын ғой. Кетіңіздер бар. Мен сіздерге адам құрақымды есептеп отырған жоқпын. Так что бар беріңіздер. Сіздер маған бір грамда қызық болып тұрған жоқсыздар. 1% қызық емессіздер даже. Қой, кет. Жүре ғой. Қой. Жоқ, кет бар. Бармаймын мен. Кеттім мен, қаштым мына үйден. Өздеріңіз болыңыздар ауылдарыңызда.
көтсеңіз ет тығып жіберіңіздер ауылдарыңызда. Похуй маған сіздер. Қызық емес ауыл маған. Вот такая нейроматия с мамой мен папа ше. Мама мен папа деп өте аузым бармайды даже. Жақын тұсқа айнеп тұрады осы мама папа десем. Мыналар мені белсебетпен қуып келе жатыр ғой. Тез қашан. Жақындады уже. Әй қыз айғайламай бері кел. Айғайлам. Болмаса бәрі естісін мені. Әй қыз дедім. Кетесің ба? Я кетсем сау болыңыз. Кете бер. Өз жолыңды басып кетсің ба? Енді біз сенің артыңа бармаймыз. Бармай қойыңыздар. Мен кеттім. Сау болыңыздар деп айтпаймын да даже түшкірген де жоқсыз. Кетіңізші. Өзінше маған тың кетесің дейді ғой. Даже мама папа деуге аузыңа бармайды. Осылай сен ата-аналарын қорласа не істейтін едіңдер достар? Мен мысалы ше осының өзіне шыдамай тұрмын. Қазір қашып үлгерем екен. Олар уже келе жатқан сияқты. Еппа келе жатыр. Машинамен келе жатыр аналар. Ё-моё, кеш. Кеш болды уже. Мен негізінде қу кетті. Алдадым, аналар ар жаққа кетіп қалды, мен артқа қарай жүрдім. Вот, лоқтар алданып қалды. Достар, негізі шын өмірде олай ата-анаңызға олай айтпаңыз. Қанша ұрсады, қанша ұрады, олай айтпаңыздар. Себебі олар сізді 9 ай аналарыңыз сізді 9 ай көтеріп, бағып жүр. Әкеңіз болса сендерді киіндіріп, сендер өссін деп жүр. Давай достар, осы видео барынша қолдау жіберейік. Алдыңғы айтпақшы бір шортсым үшін, дорама шортсыма 18 просмотрға жандарым рахмет. Сендер өте керемет подписчик, сендер білесіңдер ма? Қашып үлгердім. Достар, енді ата-анам мені іздеп келер ме екен, келмей ме екен? Давайте соны білу үшін осы видеоға 650 просмотрға жинайсыздар. Соған автоматически бізде 3-ші жас тұратын болады. Давай достар, жандарым, 3-ші жасқа барынша қолдау көрсетеміз. Пока-пока. Айтпақшы достар, менің телеграм каналыма жазылып алғаныздар, сол жерде біз дискордтан аккаунт ашамыз. Пока.